Сұлтан Бейбарыс 1223 жылы Беріш руынан туған. 1260-1277 жылдары Мысырда билік құрған сұлтан. Мәмлүк мемлекетінің 4-ші сұлтаны. Жаугершілік заманда бала күнінде Қыпшақ даласында тұтқынға алынып, жат жерде ерекше ерлігімен, асқан талантымен, құлдықтан қайраткерлікке дейін көтерілген қазақ тарихындағы аса ғажайып тұлға. Оның құлдыққа қалай түскендігі туралы екі мәлімет бар. Алғашқысы бойынша әскери жорықтардың салдарынан, ал екіншісі бойынша әкесінің жаулары оны құлдыққа сатып жіберген екен. Бейбарыс қатардағы құлдан мәмлүк мемлекетінің сұлтаны дәрежесіне дейін көтеріле алған адам. Мәмлүк мемлекетінің іргесін Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар мұрагерлерінің арасындағы көп жылдық қақтығыстар мен қызу тартыстан кейін оның қызы Фатима мен күйеу баласы Ғали арыстан қалады. Өз мемлекетін жаудан қорғауда олар жергілікті халыққа емес, күшті де қайратты Қыпшақ жігіттеріне иек артты. Мысыр сұлтаны Аюб оны өзінің хатшысы етіп тағайындады. Сол кезеңде Бейбарыс басқарған мәмлүк мемлекетінің әскері орта ғасырлардағы екі ірі қолға, яғни крестілер жорығы мен моңғол басқыншыларына тойтарыс берді. 1260 жылы Күті сұлтан қайтыс болғаннан кейін Бейбарыс таққа отырды. Қарапайымдылығымен және діндарлығымен елге танымал болған. Кедей-кепшіктерге әрдайым көңіл бөліп, көмектесіп, жетімдерді желеп-жебеп өз қолтығына алып отырған. Билік тізгінін мықтап қолға алған Бейбарыс әр қаланы күшейтіп, әрбір қалада тұрақты әскер ұстады. Мемлекеттегі тәртіпті нығайтты, сарай маңында орын алатын өзара қырқысуларды түпкілікті тоқтатты. Арналық жүйені енгізді, мәмлүк мемлекеті көркейе түсті. Мәмлүктерге әлемнің түкпір-түкпірінен көпестер ағылып келе бастады. Барлық өзендерге көпір және әрбір қалаға бір мешіттен салынды. Бейбарыс шығыстағы барлық араб еліктерінің әміршісі деген атаққа қол жеткізді. Бейбарыс тек қана талантты қолбасшы ғана емес, сондай-ақ көреген саясаткер ретінде танылды. Ол сол кездің көптеген алыс жақын мемлекеттеріне қарым-қатынас орнатты. Сұлтан аз-Захир Бейбарыс сол дәуірдің озық үлгісімен көптеген зәулім ғимараттар, көрнекті мешіттер, биік қорғандар мен қамалдар салдырды. Сұлтан Бейбарыс 1277 жылы шілденің 1-інде Димаш қаласында қайтыс болып, аз-Захария кітапханасына күмбезінің астына жерленді. Осылайша Бейбарыс сұлтан мәмлүктер мемлекетін ірі державаға айналдырып, Мысыр мен Сирияны крестілер жорығы моңғол шапқыншылығынан қорғап қалды. Бүкіл мұсылман елдеріне қорған болды.